Ал қайырлы күн, қайырлы кеш баршаңызға, барлықтарыңызға. Отбасыларыңызға амандық, байлық, бақыт тілеймін. Ең бастысы денсаулық сіздерге. Осындай чектерден, яғни сауда жасаған чектеріңізден қалай бонус немесе ақша жасауға болатынын көрсетемін. Мына жерде үй кезегіне тіркеп болып жатырмын. Енді осы чектерді тіркеп тастаймын. Сіздерге де көрсетейін. 20-30 теңге болса да, единица қылып салсаңыздар, ол да плюс деп ойлаймын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліңіздер және лайк батырмасын басып отырыңыздар. Кеттік. Бізде Досмарт деген приложение Play Market'тен көшіріп аласыз. Профилға кіреміз. Кешбек. Мінекей менің чектерім 23 теңге. Оның алдында 2896 теңге шешіп алғанмын за все время. Так, енді чекті тіркеуді көрсетемін. Мінекей мына осы товарларға 3% помидор алсаңыз, нан алсаңыз, мына жерде барлық товарлар көрсетілген. Жуа, алма, банан, осы жердегі товарлардың барлығын. Беглис картопқа дейін бар екен. Әртүрлі кезде әртүрлі өзгеріп тұрады. Сондықтан чек жіберіп тұрған дұрыс. Енді чекті жібереміз. Ол үшін бірінші чекті суретке түсіріп аламыз. Суретке түсіріп алдық. Енді қайтадан Досмартқа кіріп, отправить чек батырмасын басамыз. Менің чегімде нан бар екен, шоколад, киткат бар екен. Осы екі зат нанды белгілейміз. Әр наннан мысалға 5% төленеді. 130 теңгеден 5%. Шоколад бар ма, көремін. Аптекадан дәрі-дәрмек алсаңыз да осылай жіберсеңіз болады. Енді шоколад, киткат бар ма екен, соны тексерем. Орео бар екен, Альбини бар екен, Твикс бар екен, шоколад, киткат жоқ. Так, жібереміз. Фото чека. Мен әуелі өзім өйстіп түсіріп алам. Сосын барып жіберемін. Датасын жазасыздар, 26-сы. Сосын бір ескертетін жайт, чек 3 күннен артық болмау керек. Уақытын жазамыз. 19.36. Итоговая 1327. Отправить чек. Мінекей біздің соңғы жіберген чегіміз в обработке деп тұр. Осының жауабын айтып, бұлар бізге ақшаны аударып жібереді. Бонус. Мінекей бізде уже бір 5 минут өткен жоқ, уже начислен кешбек дейді. 6 теңге аударған. Және 5% бұл нанға дейді. 6,5 теңге. Нормально.